Арма қазағым, осы бейнеде мен осындай сұрақты көтергім келеді. Неге батыс Украинаның голодоморын геноцид ретінде мойындады, ал Қазақстанда болған ашаршылықты геноцид ретінде мойындаған жоқ? Біріншіден, Украинада 6 миллиондай адам голодомордан өлді. Бұл Украинаның статистикасы. Біреулері 10 миллион адам дейді. Бұл да Украинаның несі. Орыстың несіне мен сеніп отқан жоқпын, я басқалардың. Тек Украинаның өзінің ғана статистикасын алғанда. Енді 6 миллион деген ол жерде теке аштықтан өлген адамдар да бар. Сосын аштықтың кесірінен денсаулықтары құрып, жағдайлары жоқ болып, депрессиядан бірдеңелерден өліп кеткен адамдар да соның ішіне кіреді. Қазақстанға келгенде, бізде Қазақстанда 7 миллион адам ашаршылықта өлді. Тікелей аштықтан, сосын аштықтың кесірінен, сол ашаршылықтың кесірінен өліп кеткен қазақтардың барлығын қосқанда 7 миллион болады. Ал енді неге Украинаның ашаршылығын олар батыстар геноцид қылып мойындады? Себебі украиндықтар ақ нәсілді адамдар болады, оның үстіне ол христиандар болады, христиан өкілдері болады. Ал батыс деген ол ақ нәсілді адамдардың цивилизациясы, христиан дінінің өкілдері болады. Сондықтан бұл жерде white solidarity деген түсінік бар, яғни ақ солидарность, белая солидарность деген түсінік бар. Ал қазақ болса, ол шығыс халық болады, оның үстіне қазақ христиан емес. Сондықтан бізді түгел қырып тастаса да, бізді өлтіріп жатыр ма, өлтірмей жатыр ма, батыстың ешқандай шаруасы жоқ деген түсінігі бар. Сонымен қоса, мысалы, еврей өкілдері өлген кезде Холокостан кейін Нюрнберг процесі болды. Ал бізге болса, Нюрнбергте жоқ, дымда жоқ та, ештеңе жоқ. Ешкім біздің өлгеніміз үшін жауап берген жоқ. Ашаршылықта да қаншама алаштығымыз өлді. 250 мың алаштық өліп кетті. Сонымен қатар, мына желтоқсанда болған оқиғалар, қаңтарда болған оқиғалар, бірде-бір адам жауап берген жоқ, бірде-бір адамды жауапқа тартқан жоқ. Неге? Батыс өмірі ондай нені мойындамайды. Себебі батысқа біз жай ғана шығыс халықпыз, Шыңғыс ханның ұрпағымыз. Бізді жоюға лайықты деп олар түсінеді. Түпнұсқасында олар бізді өмірде қолдамайды. Соны біліп жүріңдер, қазақтар. Қазақ, әр қазағым, жалғызым деген түсінік, ол жай ғана лозунг болмау керек. Сіздердің жүректеріңіз, біздің жүрегіміз солай соғылу керек. Аман болыңыздар.